Aba келдіңіз қайда? Ай, енді күндіз-түні осы жерде жұмыс істеп жүр ғой осы үйде. Сон демалып келсін деп санаторияға жібердім. Немене соғыс па не? Бұл 24 сағат бойы үйде ғой апа. Жұмыс жоқ қой. Демалып жүр ғой. Ой, сен қайдан білесің соның бәрін? Ісі бітпейді ғой осы үйде. Ой, апа сізде бір соғыста жүрген сияқты демалуға жібердім деп. Ай, сен бүйтші. Онда мына жердің полын жуып тасташы. Қазір ма? Иә. Ақыры келіншегің жоқ қой, жуып таста. Пол жуып болдың ба? Иә. Енді ана балалардың памперсін ауыстыр. Енді картошка ашып тамақ істей сал. Болдың ба? Енді ыдыстарды жуып таста тез. Кірді қолмен жууда мына терезелердің бәрін жылтыратып сөйтіп шық. Газетпен сүрт. Есік алдын сыпырда, үйде ана менің екі көйлегім бар, соны тігіп таста. Енді ана екі үлкеннің сабағын қарада, екі кішкентайға тамақ бер. Не болды? Шаршадым апа. Демалыс керек маған. Не демалыс керек? Осы үйде 24 сағат бойы демалып жүрген жоқсың ба бүгін? Түсіндім апа. В общем, түсіндім бәрін айтпай. Бәрін жасадың ба? Иә. Енді саған тағы жұмыс. Енді екі бала туып таста. Не? Жоқ апа, рахмет. В общем, түсіндім не айтқыңыз келгенін. Сендер ойлайтындар, әйелдің жұмысы жоқ, үйдің жұмысы бірде ма? Әй қой келіншек, сүт бер келіншек. Әй қой келіншек, сүт бер келіншек.